Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығатын профитролидің рецептісін ұсынбақшымын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ішіне кез келген крем түрін қолдансаңыздар болады. Менде заварной крем, яғни қайнатпалы крем. Бізге оны дайындау үшін жұмыртқаның 2 сарысы және бөлме температурасындағы сүт, қант және кукуруздық крахмал қажет болады. Бәрін осылай бір ыдысқа салып, үзбей араластырамыз, яғни ішінде ешқандай түйіршіктер қалып қалмау керек. Бәрі бірігіп араласқаннан кейін барып, орташа отқа қойып, үзбей араластырамыз. Оттың асты міндетті түрде орташа болу керек. Осылай араластырып отырсақ, бізде осындай қою крем шығады. Кейін үстіне ванильный сахарды қосып, бөлек ыдысқа құямыз. Бөлме температурасында суытып аламыз. Одан кейін барып, холодильникке салып қоямыз. Бетіне міндетті түрде пищевой пленканы осылай контакт жабамыз. Бөлме температурасына жартылай суығаннан кейін барып холодильникке салған кезде бізде крем қоюланады. Профитролидің тестасын дайындау үшін бізге су, сүт, сары май және тұз қажет болады. Бізде осылай сары майымыз еріп, қайнайын деп жатқан кезде үстіне ұнды бірден салып жібереміз. Кейін оттың астын басып, бізде тестамыз қою болғанға дейін осылай үзбей лопаткамен басып отырып араластырамыз. Шамамен 3-4 минуттай осылай басып араластырамыз. Бізде осындай масса шығады. Кейін бөлек ыдысқа салып, осылай араластырып отырып кішкене суытамыз. Кейін жұмыртқаны біртіндеп бір-бірден салып, тез-тез осылай араластырамыз. Бізде жұмыртқамыз пісіп кетпеу қажет. Бізде қажетті масса болғанға дейін жұмыртқамызды осылай біртіндеп салып отырамыз. Бізде бұл жерде қамырымыз өте сұйық емес, қатты қою емес, шамамен осындай бізде масса болу қажет. Сонда профитролиларымыз үлпілдек болып өте дәмді болып шығады. Кейін мешокқа салып, пергамент қағазына осылай құйып шығамыз. Қасықпен де салып шықсаңыздар болады. Кейін 200 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.